Наурызды маңызды және жалпыұлттық түрде тойлайтын мереке болды деу қателік. Себебі Наурызды діни мейрам санап, 1926 жылдан бастап тойлауға тыйым салынды. Осы мерекені тек алғаш рет 1988 жылдың көктемінде республикалық ауқымда атап өтті. Ал ол іс бір адамның арқасында жүзеге асты. Алайда ол сіз ойлап отырған адам емес. Оның еліміздің мәдениетіне қосқан үлесі зор, бірақ есімі ұмытылып барады. Ол кісі Өзбекәлі Жәнібеков. Ол мәдениет министрі болып тұрған шағында Кремльді Наурыздың діни емес, халықтық мереке екеніне сендірді. Осыдан кейін ғана елімізде Наурыз тойлана бастады. Ал 1991 жылы ресми мерекеге айналды. Жазушы Шерхан Мұртаза Өзбекәлі Жәнібековтың халық алдындағы барлық еңбегін айшықтайтын көлемді кітап жазу керегін айтқан. Жәнібеков Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Отырар ескерткіштері, Жаркент мешіті, Тәжік кесенесі, Ақұйық, Қарахан кесенесі, Айша Бибі кесенесі, Бабаджа Хатун кесенесі сияқты көне ескерткіштерді қалпына келтіру мәселесін көтерді. Оның арқасында Эрмитаждан Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің ортасында тұрған басты тайқазанды қайтарып алдық. Өзбекәлі Жәнібековтың қатысуымен КСРО-да тыйым салынған Алашорда көшбасшылары Ахмет Байтұрсынұлының, Мағжан Жұмабаевтың, Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармалары жарық көрді. Сондықтан көже ішіп, бауырсақ жеп туған туыстарды Наурыз мерекесімен құттықтаған кезде Өзбекәлі Жәнібековті ризашылықпен еске алыңыз. Ол бізге